Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыз сауат ашу негіздері. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мен сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. Соңымнан қайталаймыз. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз, барша жанды құрметтеп, бас иеміз біз. Өте жақсы, балалар. Балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы дыбыстық талдау. Балалар, есімізге түсірейікші, әріпті біз не істейміз? Көреміз, жазамыз. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Дыбысты біз не істейміз? Айтамыз және естиміз. Ал енді осы дыбысымыз нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді. Дұрыс айтасыңдар. Дауысты дыбыс және дауыссыз дыбыс. Дауысты дыбыс қандай түспен белгіленеді? Қызыл түспен. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Дауыссыз дыбыс көк түспен белгіленеді. Балалар, ойын ойнап көрсек қалай қарайсыңдар? Осы суреттің ішінен артығын табамыз. Қалай ойлайсыңдар? Қане, ойланып көрейік. Бас, қол, көз, қас, тас. Сонымен қайсысы артық сурет болды екен? Тас суреті. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Тас. Ал енді, балалар, бір сергіп алайық. Менің соңымнан қимылмен қайталаймыз. Қолды белге қояйық, басты оңға бұрайық. Бір отырып, бір тұрып, бір отырып, бір тұрып, біз демалып қалайық. Жарайсыңдар, балалар. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Мұқият зер салып тыңдаңдар. Бірінші тапсырма бойынша қай мезгіл деп ойлайсыңдар? Қыс мезгілі. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, қыс сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. Біз дыбыстық талдау жасамас бұрын жасау үшін дауыссыз және дауысты дыбыстарды ажырата білуіміз керек. Дауысты дыбыс қызыл түспен белгіленеді, дауыссыз дыбыс көк түспен белгіленеді. Балалар, дауысты дыбыстар айтылғанда бізден кедергісіз айтылады. Дауыссыз дыбыс кедергіге ұшырап шығады. Қыс деген сөз неше дыбыстан тұрады? 3 дыбыстан. Жарайсыңдар, балалар, 3 дыбыстан тұрады. Қ дыбысы дауыссыз дыбыс. Қандай түспен белгілейміз? Көк түспен. Дыбысы дауысты дыбыс. Қызыл түспен. С дыбысы дауыссыз дыбыс. Қандай түспен белгілейміз? Дауыссыз. Көк түспен. Балалар, келесі тапсырманы өздерің орындайсыңдар. Суреттегі дауысты дыбыстан басталатын суреттерді қызыл түспен бояйсыздар. Ал дауыссыз дыбыстан басталатын суреттерді көк түспен бояйсыңдар. Келесі тапсырмамыз: алақанды ысқылап, қыздырайық балақай. Алақаның ысыды ма? Қараңдаршы алақай. Енді соңғы тапсырмамыз: саңырауқұлақты штрихтаймыз. Келесі тапсырмамыз: саңырауқұлақты үзік сызықтарды бастырып жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызды бағдаршам арқылы балалар қорытындылаймыз. Түсініксіз болса, қызыл түсті таңдайсыздар. Түсінбей сұрақтарыңыз болып жатса, сары түсті таңдаймыз. Бәрі түсінікті болса, жасыл түсті таңдаймыз. Жарайсыздар, балалар. Сау болыңыздар.